қатарды аяқтаған болатынбыз. Ары қарай 13-ші қатарды бастаймыз. 4 үлпілдек шалуға көтерілеміз. 1, 2, 3, 4. Ары қарай кластер тоқимыз. 3-2 бос шып қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Келесі 2 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден столбиктер тоқып шығамыз. 2 бос шып қосылған екінші столбик, 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. Ырғақта 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Төмендегі 5 столбиктің ортасына, яғни 3-ші столбиктің ішіне жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 2, 3, 4, 5. Келесі 3 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден 2 бос шып қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбик кластердің, келесі столбиктің ішіне екінші столбик тоқимыз, 2 жіп қосылған. Үшінші столбиктің ішіне 2 бос шып қосылған шалудан тұратын үшінші столбикті тоқимыз. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 4 үлпілдек шалу. Келесі аркының ортасына бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 4 үлпілдек. 1, 2, 3, 4. Келесі аркының ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 4 үлпілдек шалу. Келесі аркаға бір бос шып қосылған шалу. 4 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Тап осылай 4 үлпілдек барлық аркаға бір бос шып қосылған шалу тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі арканың ішіне столбик тоқимыз. 4 үлпілдек шалу. Келесі аркаға да столбик тоқимыз. 4 үлпілдек. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 13-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 4 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Одан кейін қатарды бекітеміз. Бастапқы кластердің төбесіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 14-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бұл бізде бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик. Одан соң 2 үлпілдектен тұратын арка тоқып аламыз. Ары қарай келесі кластердің үстіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Бес үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі төмендегі столбиктің ішіне 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің ішіне де 2 бос шып қосылған столбик тоқимыз. 5 үлпілдек. 2 жіп ораймыз. Келесі столбикқа да столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі столбиктің ішіне столбик тоқимыз.
5 үлпілдек, келесі столбикқа да 2 бос шып қосылған шалу, 5 үлпілдек шалу. 6-шы столбиктің ішіне де 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 5 үлпілдек шалу. Соңғы 7-ші столбиктің ішіне 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 5 үлпілдек шалу, 3, 4, 5. Келесі кластердің төбесіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 2 үлпілдек шалу, 1, 2. Келесі кластердің төбесіне де бір бос шып қосылған шалу. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 14-ші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы 3 үлпілдек шалудың үшіншісіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып келесі жіптен өткіземіз. 15-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 1 үлпілдек шалуға ілгері жылжып аламыз. Үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бұл бізде бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктің есебінде жүреді. Ары қарай 5 үлпілдек шалу арка тоқимыз. 3, 4, 5. 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 7 үлпілдек шалу, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі столбиктің төбесіне де 2 бос шып қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. 7 үлпілдек шалу, 5, 6, 7. 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне де 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 7 үлпілдек шалу, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне де тапсылай тоқимыз. 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбик. 7 үлпілдек шалу, 5, 6, 7. 2 жіп ораймыз. Столбиктің төбесіне столбикті оқимыз. 7 үлпілдек шалу, 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне де столбикті оқимыз. Барлығы 7 үлпілдіктен тұратын 5 арка тоқып аламыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Содан соң төмендегі столбикті қалдырамыз. Ортадағы 2 үлпілдіктен тұрған арканың ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Біреу ғана. 5 үлпілдек шалу. Ары қарай тап осылай қайталап тоқи береміз. Қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің ішіне 2
бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Жетілік білдек шалу қатарының соңына дейін тоқып шығамыз. 15-ші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалуды оқып аламыз. Ары қарай бастапқы 3 үлпілдек шалудың үшіншісіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып қатарды бекітеміз. 16-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 5 үлпілдек шалуға ілгері жылжып аламыз. Бірінші үлпілдек, екінші үлпілдек, 3, 4, 5. Ары қарай төмендегі келесі столбиктің төбесіне жай шалуды оқимыз. 3 үлпілдек шалу, келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалуды оқимыз. 2 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 3 үлпілдек шалу, келесі столбиктің төбесіне жай шалуды оқимыз. 3 үлпілдек, арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу, 2 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды оқимыз. 3 үлпілдек шалу, келесі столбиктің төбесіне жай шалуды оқимыз. 3 үлпілдек, келесі аркаға бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 2 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқып аламыз. 3 үлпілдек шалу, келесі столбиктің төбесіне жай шалуды оқимыз. 3 үлпілдек, келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 2 үлпілдек шалу, тап осы аркаға тағы да столбикті оқимыз. 3 үлпілдек, столбиктің төбесіне жай шалуды оқимыз. 3 үлпілдек шалу, арканың ішіне столбикті оқимыз. 2 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқып аламыз. 1, 2, 3. Столбиктің төбесіне жай шалу. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 2 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқып аламыз. 3 үлпілдек шалу, келесі арканың ішіне жай шалуды оқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек, келесі ортадағы 5 үлпілдектен тұратын 2 арканы қалдырамыз және екінші столбиктің ішіне төменде бір столбик қалдырамыз. Екінші столбиктің ішіне жай шалуды оқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығатын боламыз.
16 қатардың соңына келдік. 3 үлпілдек шалу тоқып алдық. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы жай шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып, келесі жіптен өткіземіз. Ары қарай 17 қатарды бастаймыз. Алдымен мына екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне алға қарай жылжып аламыз. Үлпілдек шалулар арқылы алға қарай жылжитын боламыз. Екінші, үшінші үлпілдек шалу. Столбиктің ішіне де ілгері жылжимыз. Және арканың ішіне тағы да бір жіпке ілгері жылжып аламыз. Ары қарай үш үлпілдек шалумен көтерілеміз. Тап осы столбиктің ортасындағы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне тағы да екі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Бір бос жіп қосылған бірнеше столбик, бір бос жіп қосылған екінші столбикті тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Келесі екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне де алдымен екі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктер тоқып аламыз. Екеуі тоқыдық. Екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне қалған екі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктерді тоқимыз. Тап осылай барлық екі столбиктің арасындағы аркалардың ішіне тоқып шығамыз. Соңғы мына жердегі аркаға дейін тоқып аламыз. Аркалардың ішіне тоқып шықтық. Ары қарай үш үлпілдек шалу тоқимыз. Ортадағы үш үлпілдектен тұратын аркаларды қалдырамыз. Бір арка қалдырамыз, екінші арканы қалдырамыз, үшінші арканы қалдырамыз. Екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне қайталап тағы да тоқимыз. Алдымен екі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқып аламыз. Екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне қалған екі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 17 қатардың соңына келдік. Үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып, келесі жіптен өткіземіз. 18 қатар тастаймыз. Алдымен столбиктардың арасындағы арканың ішіне ілгері жылжып аламыз. Келесі екінші столбикқа жылжимыз. Және төрт үлпілдек шалуға көтерілеміз. 1, 2, 3, 4. Ары қарай ырғаққа үш жіп ораймыз. Келесі үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне алдымен бір үш бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Тап осы арканың ішіне екі бос жіп қосылған шалудан тұратын 4 столбик тоқып аламыз. Бірінші столбик, екі жіп ораймыз. Екінші столбик, екі жіп ораймыз. Үшінші столбик, екі жіп ораймыз. Төртінші столбикті тоқимыз. Ары қарай тағы да екі жіп ораймыз. Ортадағы екі үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. Столбиктардың ортасындағы
келесі үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне тағы да екі бос жіп қосылған шалудан тұратын 4 столбик тоқып аламыз. Екі жіп ораймыз. Екінші столбик. Екі жіп ораймыз. Үшінші столбик. Екі жіп ораймыз. Төртінші столбик. Бес үлпілдек шалу. Ырғаққа үш жіп ораймыз. Тап осы арканың ішіне үш бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбик тоқимыз. Тағы да ырғаққа үш жіп ораймыз. Келесі арканың ішіне екі үлпілдектен тұратын үш бос жіп қосылған шалудан тұратын екінші столбик тоқимыз. Үш жіп ораймыз. Келесі үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне де тоқып аламыз. Үш жіп ораймыз. Келесі арканың ішіне екі үлпілдектен тұратын тағы да үш бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Үш жіп ораймыз ырғаққа. Келесі үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне тағы да үш бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Барлығы 5 столбик. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Қатардың соңына дейін тап осылай қайталап тоқып аламыз. 18-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 3 столбикті тоқып алдық. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы 4 үлпілдек шалудың 4-ші үлпілдегіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 19-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір жіпке ілгері жылжимыз. Бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Одан кейін 7 үлпілдектен тұратын арка тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай ырғаққа 2 жіп ораймыз. Келесі төмендегі 4 столбиктің ішіне 4-2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Ырғақта 2 жіп қалдырамыз, 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. Жіп қалдырамыз. Үшінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Жіп қалдырамыз. Төртінші столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. Ырғақта 5 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 7 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 4, 5, 6, 7. Ырғаққа 2 жіп ораймыз. Төмендегі 4 столбиктің ішіне тағы да 4-2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Жіп қалдырамыз. Екінші столбикқа да 2 жіп орап столбик тоқимыз. Жіп қалдырамыз. 2 жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. 4 жіп. Тағы да ең соңғы 4-ші столбиктің ішіне ырғақта 5 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. 7 үлпілдек шалу. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай келесі төмендегі 5 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден жай шалулар тоқып аламыз. Бірінші жай шалу. Екінші жай шалу. Үшінші жай шалу. Төртінші жай шалу. Соңғы 5-ші столбикқа
тағы да жай шалу тоқимыз. Жетілпілдік шалу 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай қатардың соңына дейін тап осылай қайталап тоқып аяқтайтын боламыз. 19-ші қатардың соңына келдік. Қатарды бекітеміз. Бастапқы бірінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 20-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң 5 үлпілдіктен тұратын арка тоқимыз. Ары қарай келесі кластердің төбесіне 3 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқып аламыз. Екінші столбик, бір жіп ораймыз. Үшінші столбик. 5 үлпілдек шалу. 2, 3, 4, 5. Ортадағы арканың ішіне алдымен бір бос жіп қосылған шалудан тұратын бірінші столбикті тоқимыз. 2 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. 5 үлпілдек. Келесі екінші кластердің төбесіне тағы да 3 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқимыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз. Кластердің төбесіне екінші столбик, кластердің ішіне үшінші бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Келесі төмендегі 5 жай шалудың әрқайсысына бір-бірден жай шалулар тоқып шығамыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу, келесі столбикқа үшінші, келесісіне төртінші және соңғы жай шалудың ішіне бесінші жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек. Үш, төрт, бес. Ары қарай қатардың соңына дейін тап осылай қайталап тоқып шығамыз. 20-ші қатардың соңына келдік. Бастапқы бірінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп қатарды бекітеміз. Жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 21-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Ары қарай 4 үлпілдектен тұратын арка тоқимыз. 2, 3, 4. Келесі төмендегі 3 столбиктің ішіне әрқайсысына бір бос жіп қосылған шалудан тоқып шығамыз. Бір бос жіп ораймыз. Екінші столбик тоқимыз. Келесі үшінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне алдымен бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 2 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне төмендегі екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Келесі ортадағы 2 столбиктің ортасындағы арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі арканың ішіне тағы да бірінші столбик тоқимыз, бір бос жіп қосылған. 2 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 3 үлпілдек. Келесі төмендегі 3 столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос жіп қосылған шалулар тоқып аламыз.
Бірінші столбик, бір бос шып ораймыз. Екінші столбиктің ішіне тағы да столбик тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. Төрт үлпілдек шалу. Келесі төмендегі 5 жай шалудың әрқайсысына бір-бірден жай шалулар тоқып шығамыз. Бірінші жай шалудың ішіне жай шалу тоқимыз. Екінші жай шалуға тоқимыз. Үшінші, төртінші жай шалу. Соңғы бесінші жай шалу. Ары қарай 1, 2, 3, 4. Келесі столбиктің 3 столбиктің әрқайсысына тағы да 3 бір бос шып қосылған шалулар тоқып, тап осылай қатардың соңына дейін жалғастыратын боламыз. 21-ші қатардың соңына келдік. Бастапқы бірінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, қатарды бекітеміз. 22-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 4 үлпілдек шалуға жоғары көтерілеміз. 2, 3, 4. Бұл бізде 2 бос шып қосылған шалудың есебінде жүреді. Ары қарай келесі 3 столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалудан тоқып шығамыз. Бірінші столбик. Екінші столбикқа бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Үшінші столбиктің ішіне үшінші бір бос шып қосылған шалу тоқып шығамыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Келесі 2 столбиктің ортасындағы арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі төмендегі арканың ішіне бірінші бір бос шып қосылған шалу, 2 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. 3 үлпілдек шалу, арка. Келесі арканың ішіне 5 үлпілдектен тұратын тағы да бірінші бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 2 үлпілдек. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі 2 столбиктің ортасындағы арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Ары қарай келесі төмендегі 3 столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқып шығамыз. Бірінші столбик, екінші столбик, бір жып ораймыз, үшінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Келесі төмендегі 5 жай шалудың әрқайсысына бір-бірден 2 бос шып қосылған шалудан тоқып шығамыз. Бірінші жай шалудың ішіне 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 1 үлпілдек, 2 жып ораймыз. Келесі столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. Әрқайсысының орталарына 1 үлпілдек шалудан тоқып отырамыз. 1 үлпілдек шалу, 2 жып ораймыз. Төмендегі 3-ші столбиктің ішіне 3-ші 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 2 жып ораймыз. 4-шісінің ішіне тағы да столбик тоқимыз. 1 үлпілдек шалу, 2 жып ораймыз. 5-ші столбиктің ішіне де 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Ары қарай келесі 3 столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалудан тоқып шығамыз. 1 жып ораймыз. 3-ші столбикқа столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5.
ары қарай қатардың соңына дейін тап осылай қайталап тоқып шығамыз. 22-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 4 столбикті тоқып алдық. Ары қарай бір үлпілдек шалу тоқимыз. Содан соң бастапқы 4 үлпілдек шалудың 4-шісіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Оны келесі жіптен өткіземіз. 23-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 4 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Одан кейін келесі 2 столбиктің ішіне 2 бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Кластер болады. Жіп қалдырамыз. Екі жіп орап, келесі столбиктің ішіне де столбик тоқып, бір жіп қалдырамыз. Барлық 3 жіпті бір жіптен өткіземіз. Барлығын төбесін біріктіреміз. Ары қарай 4 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 4 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқып аламыз. 4 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де бір бос жіп қосылған шалу. 4 үлпілдек. Келесі аркаға да бір бос жіп қосылған шалу. 4 үлпілдек. Келесі арканың ішіне столбик тоқимыз, бір бос жіп қосылған. Тап осылай барлық аркаларға столбик тоқып шығамыз. 4 үлпілдек шалу. Бір, екі, үш, 4. Келесі аркаға бір бос жіп қосылған шалу. 4 үлпілдек. Келесі төмендегі 3 столбиктің ішіне 2 жіп ораймыз. 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбик, 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің ішіне 2-ші столбик, 2 жіп ораймыз. 3-ші столбиктің ішіне 3-ші столбик тоқимыз. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. 5 үлпілдек шалу. Төмендегі 5 столбиктің ортасына 3-ші столбиктің ішіне жай шалу тоқимыз. Бес үлпілдек шалу. Ары қарай келесі 3 столбиктің ішіне кластер тоқимыз. 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 4 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик. 4 үлпілдек. Екінші арканың ішіне де бір бос жіп қосылған шалу. Тап осылай қатарды соңына дейін аяқтап тоқып шығамыз.
23 қатардың соңына келдік. 5 үлпілдік шалу тоқып аламыз. Ары қарай кластердің төбесіне қатарды бекітеміз. 24 қатарды бастаймыз. 3 үлпілдік шалуға көтерілеміз. Бұл бізде бір бос шық қосылған шалудың есебінде жүреді. Ары қарай 5 үлпілдіктен тұратын арық тоқып аламыз. 2 жыбыраймыз. Келесі столбиктің үстіне 2 бос шық қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. 5 үлпілдік шалу, 2 жыбыраймыз. Келесі столбикқа да 2 бос шық қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. 5 үлпілдек, 2 жыбыраймыз. Келесі столбиктің ішіне тағы да 2 бос шық қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 5 үлпілдек шалу, 2 жыбыраймыз. Келесі столбикқа столбикті оқимыз. Тап осылай барлық столбиктарға дейін тоқып аламыз. 5 үлпілдек, 2 жыбыраймыз. Келесі столбикқа да 2 бос шық қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 2 жыбыраймыз. Келесі столбиктің ішіне тағы да 2 бос шық қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. 5 үлпілдек шалу, 3, 4, 5. Келесі кластердің төбесіне бір бос шық қосылған шалуды оқимыз. Бір столбик. 2 үлпілдек, ортадағы 2 арканы қалдырамыз. 5 үлпілдіктен тұратын. Келесі кластердің төбесіне тағы да бір бос шық қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек, 2 жыбыраймыз. Келесі столбиктің ішіне 2 бос шық қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін тоқып аламыз.